Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздерге үй жағдайында әрі таза, әрі дәмді томат жасауды үйретемін. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Жазда помидор көп пісетін кез, сол үшін мен өз бақшамдағы помидордан томат жасадым. Үзіп алған помидорымызды қайнап тұрған суға 2-3 минут саламыз. Сол кезде помидордың қабығы болса, осылай өздігінен ашылатын болады. Оны сүзіп алып, осылай қабығын ашып тазалаймыз. Тазаланған помидорымызды саусақпен езіп аламыз. Бәрін әбден езіп болған соң, осындай сүзгіштен өткізіп, таза сұйықтығын астына ағызамыз. Міне астында ешқандай ұрығы жоқ, таза сұйықтық ағады. Барлық сұйықтығы ағып болғанша осылай сүземіз. Әбден сүзіп болған соң, қалған қалдықты бөлектеп алып тастаймыз. Тазалап алынған сұйықтығымызды осындай үлкен ыдысқа бөлектеп құямыз. Жинап алған сұйықтығымызды суы тартылғанша баяу отта қайнатамыз. Міне осындай қою болғанша қайнады. Енді біздің томатымыз дайын болды. Енді үстіне тұз қосамыз, тұзын татыстырып қосамыз. Осындай қолдан жасалған томат тамаққа керемет дәм береді. Видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліңіз.